Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге жаңа Қазақстан. Әлі де коронавирус жалғасып жатқандықтан біз сіздермен байланысқа өз үйлерімізден, пәтерлерімізден шығып отырмыз. Сіздермен бірге дос көшім, Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Әдеттегідей өткен аптада болған ең маңызды оқиғаларға тоқталып өзіміздің ойымызды ортаға салмақпыз. Әрине, енді ең басты әңгіме ақырындап мынау коронавирустан шыға бастағанымыз. Мамырдың 11-нен кейбір шектеулер алынып тасталып жатыр. Ақырындап мынау саяси, қоғамдық өмірге, жалпы күнделікті тіршілігімізге жан бітіп кішкене қоғам тіріліп келе жатқандай, және осы тұрғыда енді әркімнің қандай ойы бар екенін ортаға салып көрейік. Дос аға, Әбеке. Ассалаумағалейкум. Менің ойымша, жалпы халыққа түсініксіздеу болып қалған сияқты. Себебі карантин төтенше жағдай тоқталды, бірақ карантин жалғасты деді. Соған халыққа менің ойымша дұрыстап түсіндіре алмаған сияқты, себебі әлі де болса көптеген бөгеттер, полиция бекеттері тұр, әлі де болса көптеген мәселелердің бәрі жабық. Сондықтан менің ойымша осы бір дұрыстап түсіндіру керек. Кешіріңіздер, карантин әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Содан кейін айту керек, төтенше жағдайдың кейбір мәселелері тоқталды деп. Мен осы жерде жаңағы сол биліктің ұйымдастырушыларына осындай бір ренішім бар да, дұрыстап айтпағанына. Сондықтан көптеген адамдар енді далаға шығамыз, енді өмірге енеміз деп еді, алдарынан тағы да белгілі бір бөгеттер шықты. Осыны сәл-пәл де болса бетін ашып алғаны дұрыс сияқты. Демек, карантин әлі күнге дейін жалғасады, және Қазақстандағы ауруға індетке ұшырап жатқан адамдардың саны толастар емес. Ашық айтайық, мейлі ол 3% болсын, 5% болсын, олар күннен күнге әлі бар, ауырып жатқандар бар, жетерлік. Сондықтан әлі де болса, жаңағы не дейміз, арқаны кеңге салудың қажеті жоқ екенін түсінуіміз керек бәріміз. Меніңше карантин деген құбылысқа үш түрлі жағдаяты бар. Бірінші, карантинге кіру, жақсы ма жаман ба біз оған кірдік, бұрын соңды болмаған оқиға, өзімізді тәртіпке салдық, үйде үй қамақ деді біреулер, біреу ит қамақ деді, үйде отырдық. Ол да бір өзіндік бір қоғам үшін тәжірибе. Карантинде болу, яғни карантиннің бүкіл ауыртпалығын, қиындығын, өзіндік ерекшеліктерін бастан өткіздік. Енді карантиннан шығу. Бұл меніңше сол алғашқы екеуінен де көрі маңызды шаруа сияқты. Өйткені осы күнге дейін оқшаулануда болып, үйде отырып, вирусты таратпай, менің қорқатыным бір күнде сол тарап кете ма, халық лап етіп көшеге шыққанда, жаңа Досекең айтқанда, ешқандай эпидемиологиялық, медициналық, санитарлық сақтандыру жасамай, қуанып, бір-бірімізді құшақтап, той-томалаққа барып, дастарханда отырып, бүкіл жаңағы гигиеналық, санитарлық нормаларды бұзып, қайттан біз осы 2 айдың ішінде қиналып жеткен жетістігімізден айырылып қаламыз ба деген бір қорқыныш, сондай күдік бар. Ал енді қалай болғанда да тек қана коронавирус емес, елді қазір қоғамдық санады осы үрей вирусы бар. Яғни біріншіден 2 айдың ішінде тоқтап қалған экономика қалай жанданады? Қандай механизмдері бар? Президент Тоқаев әрине сөзін сөйледі, оның ішінде бірталай экономикалық новацияларды айтты. Мәселен, талай жыл қоғамда талқыланып жатқан жеке табыс салығына, соның әртүрлі көзқарастың ішінен жаңағы орташа дәулеті барлар азырақ төлеп, байшы кештер көбірек төлейтін кәдімгі үлкен бір қоғамға үлкен жаңалығы келетін жақсылықты айтты. Бірақ ар жағында мына кәсіпорындар қалай жұмыс істейді, экономикалық байланыс қалай болады, халықаралық карантин жағдайындағы біздің тауарлар қандай болады? Меніңше қазір үкіметтің дәл бас қатыратын жағдаяты осы. Оған көп адамның тұрмыс тіршілігі, еңбек етіп жүрген азаматтардың тұрмыс тіршілігі байланысты. Екінші үрей ол мына әлеуметтік үрей. Әрине жаңа 42.500-дің дауы әлі таусылған жоқ. Үкімет алғашқы траншын бергенде меніңше сол дұрыс болған сияқты, өйткені көп бір наразылық естілген жоқ, бірақ мына екінші траншқа қатысты үлкен наразылықтар айтылып жатыр. Бәлкім ол биліктің ақшасы таусылды ма, бюджеттің қаржысы азайды ма, ол жағын білмеймін, бірақ меніңше әлеуметтік салада тек қана 42.500-ге емес, жалпы әлеуметтік ахуал қалай жақсару керек, меніңше үкіметте бір кешенді көзқарас болу керек. Әзірше оны көріп отқан жоқпын. Үшінші мәселе ол мына қоғамдық саяси өмірге байланысты үрей бар. Неге? Өйткені шынымен де
өткен президент сайлауында орын алған бой көрсеткен наразылық, қарсылық осы карантиннің салдарынан, карантиннің қиындығынан кейін одан сайын өршіп ұласып кете ма? Оның өзі елдің тыныштығына, тұрақтылығына, қоғамдағы қол жеткізген өзіміздің өмірімізге өзінің нұқсанын келтіре ме дегенде үрей бар. Сосын енді қазір мына соңғы біз өткен хабарда талқыладық, Сенат төрайымының өзгеруі, жаңа кадрлардың келуі, меніңше биліктің ішінде де бір бұрындық қозғалыс басталған сияқты. Яғни клан аралық, топ аралық тартыста ертең біз қандай деңгейде боламыз? Билік өзінің бір монолитті мемлекетшіл ретінде көрсете ала ма, әлде жан жаққа, сан тарапқа тарап кете ма? Соның өзі қоғамға бір теріс әсер ете ма деген сондай бір үрей бар сияқты мен қоғамда әлі. Осы карантиннен кейін. Беке, мен толықтай келісем, сізбен де, дос ағамен де, мынау карантиннің қазір мынау шектеулердің алынып тасталуына қатысты хабардың жетіспей жатқаны. Осымен карантин бітті деген қоғамда бір пікірдің қалыптасып келе жатқаны. Жаңа ғана мысалы көшеге шығып бердім, көше толған машине, қайта кептелістер, жаңа көліктердің түк болмағандай жағдай. Меніңше бір жаңа қоғамның өзі де бұл жерде бір тоқмейілсудің қажеті жоқ, осымен бітті екен деп өзіндік бір жауапкершілік, қорғану, сақтану шараларын әлі де меніңше бәсеңсітудің қажеті жоқ. Бұл жерде меніңше мемлекеттің тарапынан да сол мәлімдемелер, түсіндірмелер жасалу керек сияқты. Бір жағы, екінші жағы, енді мынау қазір карантиннен шығу мәселесі өте ауыр тиетін түрі бар. Өте көптеген шығынға ұшырадық, мемлекет деңгейінде 10 миллиардтан астам доллар кетті дегендей ақпараттар тарап жатыр. Менің ойымша, осы жерде де бір түсіндіру жұмыстары, осындай қыруар сома қайда кетті, қалайша жұмсалды, қаншалықты ұтымды болды тұрғысынан да меніңше ақпарат берілу керек сияқты. Және менің қосымша тоқталғым келетіні жаңағы жаңа салықтың енгізілуі жайындағы президенттің пікірі, байларға салынатын салықты көбейту керек, орташа немесе төмен жалақыларға салынатын салықты сол 10%-дан төмендету, 7%-ға дейін мысалы. Меніңше өте құптарлық мәселе, әлеуметтік теңдікті ұйымдастыру тұрғысынан, қамтамасыз ету тұрғысынан, бәлкім бюджетке қосымша бір қаржы көздерін табу тұрғысынан құптауға боларлық жағдай. Меніңше жалпы қазір экономикалық шығынға, қаржылық шығынға ұшырап отырғанда осындай қосымша пайда көздерін табудың басқа да жолдарын қарастыруға болатын сияқты. Әсіресе мынау біздің олигархтардың шетелде жатқан қыруар мол қаржысын елге қайтару мүмкіндіктерін бұған дейін де әрине айтқан болатын, бірақ әлі де бұл мәселе бір нақты шешімін тауып отырған жоқ. Сөз болып отырғаны түрлі есептермен шетелде 100 миллиардтан 200 миллиард долларға дейінгі қаржы жатыр. Ол да өте орасан зор қаржы, бірнеше Қазақстанның жылдық бюджеті еніп кететіндей. Бұған қоса менің ойымша мынау мұнай газ экспортына бүкіл әлемде экспорт салығы салынады. Бізде ол жоқтың қасы деуге болады. Бұл негізі Қазақстан емес, шетелдіктерге салынған өте зор жеңілдіктер. Меніңше осындай салықтарды да қарастыратын болса, бірталай жаңағыдай жіберген шығындарды өтеуге өзінің мүмкіндігін береледі. Салық туралы мәселені көтердіңдер ғой екеуіңді. Байға салатын салық көбірек болу керек, кедейге салатын салық азырақ болу керек деген шартты түрде айтқанда. Мен ойымша осы жерде менде бір пікір бар да, бұл социалистер және социал-демократтар басқаратын елдердегі салық жүйесінің негізгі бағыты осылай енді. Бұны әлеуметтік теңдік деп айтамыз, әлеуметтік әділеттік деп айтылады кей уақыттарда. Бірақ бұның алдын ала жүргізілетін бірінші қадамы бар да, біз сол қадамды жүргізбей екінші қадамға кірейін деп отырмыз. Бұның бірінші қадамы өте мұқият, өте тексерілуге тиісті декларация. Әрбір адамның қандай қанша ақша тапқан пайдасы толық белгілі болған жағдайда ғана жаңағы салық жүйесі жақсы жұмыс істейді. Әйтпесе, бізде жаңағы шетелге ақшаны тоғыту, ақшаны тығу, қара бухгалтерияның көкесі сонда болады. Себебі өздеріндегі тапқан пайданы көрсетпеу, оны жасыру мәселесі бұл енді қарапайым біздер үшін мүмкін не дейміз, онша үлкен мәселе емес, мен білмейтін де мәселе емес шығар. Ал басқалар үшін бұл үлкен мәселе деп ойлаймын басқалар үшін.
Бұл бір мәселе. Екіншіден, менің айтайын деген екінші мәселем кеше ғана әлеуметтік жүйедегі Павлодардағы жағдай. Павлодардағы бекеттегі адамдардың жиналып, оған жаңағы полиция деп келген адамдарды көрме жағам ұстады да, бұлар бір Колумбиядағы наркобарондардың келгені сияқты, қасында жаңағы оққағарлары бар. Киген киімдері, біреуінің бұтында дамбалы бар, біреуінің басында панамасы бар, полицейлер және келіп халықпен сөйлескені. Мен осы уақытта ойлаймын да, кейде мынау біздің мемлекеттің тамаша жүргізіп жатқан саясатын, оны орындаушылар, әсіресе жергілікті орындаушылар быт-шыты шығарады да, масқара қылады, жаңағы былғайды былайша айтқанда. Соның жүзеге асыру тәсілін жолын. Жаңағы жігіттің сөйлеген сөзі, бұл кәдімгі, не дейміз, рекетер сияқты болып келді жаңағы жерге қараған уақыттарда. Сол уақыттарда оның істеген ісі бүкіл мемлекетке зиян, мемлекеттің беделін түсіруге арналған сияқты, әдейі арнайы жасалған сияқты. Енді менің естуімше, соны жұмыстан шығарды деген сияқты жоқ. Оны жақсылап тұрып соттау керек та, қасындағы адамдармен қоса соттау керек. Жаңа автоматтарын алып келген адамдармен. Егер ондай болмаса, халықтың билікке деген сенімі, осы да биліктің сенімінен айырылып бара жатқан билік мүлдем айырылып қалады. Кешегі мәселе шындығында да мен күтпеген мәселе де, дәл осындай жағдайда індеттің кезіндегі жаңағы не дейміз, бір шашалы тізе бас алатын ақмақ топтың келіп халықпенен сөйлескен түрі. Асықпай отырып сөйлесу. Мен шаңырақ шайқасы, шаңырақтағы көтеріліс кезінде де талай рет осы мәселені есімізге түсіреміз да, халықпен отырып сөйлесіп кез келген мәселені шешуге болады. Ал жаңағыдай едіреңдетіп, шоқпарын көтеріп келген адам, ол не болмаса өзі таяқ жейді, не болмаса жаңағы жиналған 30-40 адам ертең сотталып кетеді. Жаңағы ақмақ тұрамыз деп. Сондықтан мен ойымша бұған жүрдім бардым қарап, әйтеуір бір жауап беріп, халықты әйтеуір шығарып салам дегеннен қашу керек та, нақты. Ең болмаса сол келген 5 адам, сол 30 адамның алдында тізерлеп тұрып кешірім сұрау керек. Сонда ғана халыққа деген бір, не дейді, жаңағы болашағымызға, мемлекетімізге деген, билікке деген сенім болады. Құрметті әріптестер, жаңа экономикалық новацияларды айтқан кезде жеке табыс салығын айттық қой. Доске, мен сізбен келсем, тағы да бір қосарым бар. Бұл дұрыс қадам. Бұл дұрыс қадам. Социал-демократиялық болар, либералдық көзқарас болар, бірақ Қазақстанда социал-демократияның біраз құндылықтарын енгізуге болады. Оған қаржы да жетеді, қазба байлықтар да жетеді, психологиялық жағынан да біз соған келе жатырмыз. Бірақ мен айтатыным, бізде кезінде, қазір енді нақты цифрды айтпайды үкімет, кезінде 2,5 миллион өз күнін өзі көрушілер болған. Яғни біздің сол өз күні, мына жаңағы президент айтып отыр ғой, 300 мыңға дейін жаңағы саналады, одан кейін жаңағы бай саналады, дәулетті саналады деп. Мен айтам, сол 2,5 миллион өз күнін өзі көрушілердің салығын біз не істейміз? Олар бүкіл ертең әлеуметтік көмекке, әлеуметтік жаңағы сақтандыру қорына қалай араласады? Мемлекет тарапынан медициналық, басқа да әлеуметтік жәрдемді қалай көру керек? Меніңше үлкен бір жатқан бір үлкен жұмыс, осы жұмысты қазір меніңше Тоқаев мырзада мүмкіндік бар. Өйткені бұған дейінгі қабылданған көптеген экономикалық даулы шешімдерге бұл кісінің қатысы жоқ. Яғни жаңаша көзқараспен, жаңаша командамен келуге болатын сияқты. Екінші, жаңа айтылған шетелден миллиардтаған қаржыны әкелу. Қаншама жыл болды осыны айтылып келе жатқан. Бірақ неге шешілмейді? Меніңше бір ғана себеп бар. Оларды қайтаруға қарсы лоббистер бар біздің билікте. Өйткені бас билікте отырғандардың дені, солардың отбасыларының мүшелері, ағайындары, тамыр таныстары сол офшордағы шоттардың соңғы бенефициары солар. Сондықтан олар өздеріне қарсы жұмыс істемейді. Меніңше бұл жерде Тоқаев мырзаның да президенттік сайлауда айтылған кезінде берген уәделерінің бірі болатын болса, онда бұл жерде саяси жігер, саяси ерік, саяси таңдау, саяси мінез керек. Өйткені дәл осы шешімге кірсе, сөзсіз Тоқаевқа қарсы науқан басталады. Сөзсіз олигархтар өздерінің басылымдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында, қолда бар басқа да ресурстар арқылы осыған қарсы науқан ашады. Дұрыс емес, керек емес, қаржы шетелде сақталғаны дұрыс, бүкіл әлем сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, олар үлкен ақпараттық науқан қарсы науқан басталады. Соған меніңше Тоқаев және өзінің командасы дайын болу керек, айтылған нәрсе орындалу керек деп ойлаймын. Сосын өткенде бір айттым ғой, өз басым мінезім, пікірім, уақыт кетті. Тоқаев мырзаның сайланғанына 1 жылға тақап қалды.
судың да сұрауы бар. Ертең осы саясаткер ретінде, ел басшысы ретінде ол кісіден де бағдарламаға қатысты айтылған жақсы мәлімдемелер қатысты қандай нәтиже болды деген сұрау басталады. Соған меніңше президент және оның командасы дайын болу керек. Карантин үлкен мүмкіндік береді. Тіпті тосын шешімдер, бұған дейін даулы болып, қойшы, осыған билік бармайды ау, осыған биліктің қолы жетпейді ау деген шешімдерге тосын күтпеген жағдайлар, күтпеген саяси экономикалық шешімдер керек сияқты. Енді байларға салық мәселесімен қатар көтерілетін меніңше тақырып мынау байлардың өздерін, олигархтардың өздерін меніңше анықтау. Шын мәнісінде кімнің қандай мүмкіндіктері бар, кімнің қандай қаражаты бар, ол қаншалықты заңды деген тұрғыдан, және жыл сайын, осыдан 10-20 жыл бойында айтылып келе жатқан, бірақ жыл сайын артқа шегеріліп келе жатқан тақырыптардың бірі бұл мынау кіріс пен шығыс декларациясы. Мемлекеттік қызметкерлердің әсіресе осы жағдайды қолға алатын болса, шын мәнісінде көптеген бұлықтың басы ашылар еді, жаңағы көлеңкелі экономикадағы көптеген активтерді қайтаруға болар еді. Қазір менің білуімше осы мәселені 2025 жылға дейін созып отыр. Меніңше бұл созудың ешбір қисыны жоқ. Қайта-қайта артқа шегере бермей, қаншалықты жаңағыдай лоббилары болсын, осы мәселені меніңше тездетіп шешетін болса, жаңағы жемқорлықтың алдын алу, жаңағы капиталдардың сыртқа қашуы сияқты көптеген факторларды бір дұрыстап еңсеріп шешуге болар еді. Енді өткен аптада біз көтерген тақырыптардың бірі мынау оңтүстік Қазақстандағы бірқатар елді мекендерді топан су басқандығы. Қазірде бұл апатты жағдай, табиғи апатты жағдай жалғасын тауып жатыр. Сондықтан әрине осы апаттан зардап шеккен барлық азаматтарымызға жергілікті әкімшілік деңгейінде үкіметтің тарапынан жедел және тиісті дәрежеде көмек көрсетілуі өте маңызды, бірақ мен мына мәселеге назар аударайын деп едім. Жаңағы топан су білесіздер, өзбек жағында тиісті су бөгеттері істен шыққаннан кейін орын алды, және бұған қатысты өзбек тарапына бірталай уәждер айтылды, әлеуметтік желілерде ашуға салынды, онда түсінуге болады. Сыртқы істер министрлігі арқылы наразылық нотасы жіберілу керек дегендей мәселелер айтылды, бірақ меніңше салғынқандылық танытып, екі елдің арасында жаңағыдай тиісті келіссөздер жүріп, дипломаттық өкілдер деңгейінде үкіметтер арасында меніңше өзінің оң шешімін тауып келе жатыр. Атап айтқанда, өткен аптада екі мемлекеттің премьер-министрлері кездесіп, осы мәселені бірге шешетіндігі, жаңа үйлерді, жаңа тұрғын үйлерді тұрғызатындығы жайлы келісімдерге келді. Меніңше жалпы бұл көршілес, бауырлас мемлекеттерге тән әрекетті біз көрдік. Өзбек тарапынан да, қазақ тарапынан да. Яғни қызуқандылыққа салынбай, айқа-айқаға жол бермей, осында бір түйткілдер орын алғанда оны түсіністік, ізгі көршілестік деңгейінде шеше алу мүмкіндігі меніңше көп нәрсені танытты. Оны да бағалай білуіміз керек менің ойымша. Және осыған қоса, жалпы өзбек тарапының ресми орындарымен қатар олигархтары, әсіресе Алишер Усманов, осы зардап шеккен Қазақстан азаматтарына қаржылай көмек көрсеткенде, меніңше бұл да көп нәрсені аңғартатын сияқты. Әсіресе мынау осындай апатты жағдай болсын, оның алдындағы мынау коронавирусты біздің отандық бизнесмендеріміз бірталай қолғабыс жасады, Өтемұратов мысалы, басқалары. Бұл да меніңше мынау еліміздегі осындай бір қайырымдылық, көмектесу, мейірім таныту сияқты әрекеттердің орын алып жатқаны меніңше бұл да құптарлық нәрсе, қай жағынан болмасын, жақсының жақсылығын айт. Енді жаңағы өзбектермен салыстырғанда біздің олигархтарымыздың, байларымыздың осындай жағдайда бір көмекке келуі әрине өзбекпен салыстырғанда кішкене жеткіліксіздеу деп айтуға болатын да шығар. Жалғыз ғана Патоқ Шадиев Қазақстанда байып жүрген, оның өзбекке берген
жаңағыдай көмегі қаржылай бүкіл Қазақстан олигархтарының барлығының жинаған қорынан асып кеткендігі бұл да меніңше бір ойлантарлық жайт. Тағы бір айта кететін нәрсе бұл қазіргі жаңағы саяси реформа жасаймыз дегеннен кейін бейбіт шеру туралы заң жобасы біздің үй қамақта отырғанымызды пайдаланып 30 жыл бойы жасамаған осы үй қамақтарына жасап мәжіліс өткізіп сенатқа берді. Сенаттың соны қайтарып жібергеннің өзі мен үшін бір қуаныш жағдайда шындығында. Өйткені бәрі-бірімен бір келісіп жасайтын мәселе ғой. Бұл жерде мен ойымша сенат шындығында да біраз нәрселерін дұрыстап келген шығар. Бірақ әңгіме онда емес. Менің естуімше саяси партиялар және сайлау туралы заң жобаларына өзгеріс пен толықтырулар енгіземіз деген енді жақын арада бір 7-10 айдай болып қалады. Сондағы естігеніміз екі-ақ мәселе. Саяси партиялар біреуі 40 мыңнан 20 мың адам болу керек деген талап қояйық деп түсіре салды. Бұл бір базардағы сауда сияқты болды да мен түсініксіз. Екінші және менің осы ерекше айтайын деп тұрғаным. Бұл әйел адамдар 30% болу керек, жастар 30% болу керек деген сияқты жасанды талаптардың қойылуы. Мен ойымша осының бәрін алып тастайтын кез баяғыда жетті. Кезінде Совет үкіметі кезінде болған. Жаңағы не дейміз, жоғарғы кеңесте 30% жұмысшы болу керек, жұмысшы табынан 30% шаруа болу керек, 10% әскерилер, 10% зиялы қауым, партияда жоқтар деген сияқты бірдемелер. Бұның бәрі қолдан жасатын жасанды. Неліктен парламентте 100% әйелдер отырмайды? Мен оған таң қалмаймын. Егер шынымен өзінің біліктілігін көрсетсе, неге 100% отырмайды? Отырсын 100%. Әңгіме ол халықтың қолдауынан, олардың өзін көрсетуінен, саяси білімділігінен, біліктілігінен, сол арқылы алынады ғой. Оның жасының кішкентай жастығынан, әйтпесе оның Алла оны әйел етіп жаратқаннан парламентке бару, әйтпесе саяси партияға ену деген сөз бұл ақымақтықтың шыңы деп ойлаймын. Сондықтан мен ойымша осыны ойланатын кез келді. Әрине, бір-екі елдерде Европаның бар ондай талап, әсіресе парламентке қойылатын талаптар бар, бірақ олардағы жағдай мүлдем басқа. Біз әйел адамды ер адамнан кем санамайтын, оны басымызға көтеретін, аналарды басымызға көтеретін халықпыз да. Шындығында мынау шығыс жақтан көптеген жаңағы не дейміз, Бенизор Бхутто болсын мейлі, Индира Ганди болсын, кезінде талай жерлерде әйелдер басқарған. Еуропада ондай жоқ, Америкада ондай жоқ. Америкада керек десеңіздер, жеке мектептерге әйел адам директор болса, оның айлығы ер адамнан төмен болу әбден ықтимал. Сондықтан олар ондай проблеманы айтады. Бізде бәрібір директорлардың айлығы бәріне бірдей, әйелге де ер адамға. Бірақ біз солардан бір қалып қоятын сияқтымыз ба, әлде соларға бір модымыз ба, ойбай гендерлік проблема деп, соны қазір саяси партияға да тықпалап жатырмыз. Мен ойымша бұның қажеті жоқ сияқты. Осыны ойланса екен деп ойлаймын да мен кейбіреулер. Менің есімде кезінде Балташ Тұрсынбаев деген ағамыз, ұмытпасам жас алашта мәселе көтерген. Жоғарғы деңгейдегі басшылар қанша пайыз ұлты болса сонша болу керек. Егер қазақ 60% болса, басшылардың 60% қазақ болу керек та, 30% орыс болу керек, 10% бірдеме. Не деген ақымақтық? Басшылық ол адамның ақылына, білімділігіне, біліктілігіне, сол жұмыс жасай алатынына байланысты ғой. Дәл сол сияқты саяси партияларға ондай талап қою, бұл өткен күн, әйтпесе ол бұрынғы тоталитаризмнің қалған сабағы деп ойлаймын. Келісемін, өйткені ол неге 30%, неге 35% болмайды? Неге жастар белгілі бір жерде ұйымдық танытып, неге басым көпшілігі жастар болмайды? Меніңше дұрыс айтасыз. Мен келісемін, тоталитарлықтың атавизмі. Расул, жаңа сіз айттыңыз, қайырымдылық туралы өз кәсіпкерлеріміз, шетелдік кәсіпкерлер қол ұшын беріп жатыр. Дұрыс, енді ол енді жалпы адамзаттық тренд қой, бірақ мен айтар едім, осында біздің хабарымызды тыңдап отырған ауыл аймақтағы әсіресе ағайын жастар бір нәрсені түсіну керек. Мемлекеттік бюджет ол халықтың қаржысы. Ол президенттің, премьер-министрдің, немесе облыс әкімінің қаржысы емес. Мен өзім таңғаламын, кейде облыс әкімі пәленшеге үй кілтін тапсырды дейді. Ол облыс әкімі өз қалтасынан беріп жатқан жоқ. Ол халықтың 18 миллион халықтың күн көрісін көріп, еңбек етіп, жұмыс жасап, төлеген салығынан, басқа да әлеуметтік төлемдерден экономикалық құрылған. Сондықтан бізде психологияны өзгерту керек. Және де осы жерде меніңше парламент мынандай мәселе қою керек. Мысалы, қазірге парламент айту керек. Әлі айналайындар, осы тасқын су болады, коронавирус болады, девальвация болады, басқа да бір шұғыл түрде мемлекеттің қаржысы керек болды. Ал біздің төтенше жағдайға, дағдарысқа, басқа да бір қиын жағдайға арналған біздің қорымыз бар ма?
оның сомасы қандай, оны біз қалай жұмсаймыз? Мәселен осы не дейді, Абылайдың асында шаппағанда атаның басында шабасың ба деп, дәл осылай осы 30 жыл тәуелсіздікті болмаған карантинде қиналған шағын орта бизнес, күнделікті таксовать етіп күн көріп жатқан азаматтар бәрі айырылып қалды осы табыстан. Неге осы кезде біз қомақты үлес көрсетпейміз? Неге біз жеке банктарға миллиардтаған долларды бір күнде бере саламыз да, ал дәл халқымызға осында қиналған кезде қол ұшын беру үшін шөміштен қысып ойлана бастаймыз. 42 мың теңге болу керек па, ол 21 мың теңге болу керек па деп. Сондықтан меніңше осыған халықтық бақылау керек. Мен білмеймін, жаңағы сіз советтік тоталитарлық жүйе дедіңіз, бірақ мен кезінде Социалист Қазақстан газетінде жұмыс істегенде халықтық бақылау комитеті болған. Сол халықтық бақылау комитеті анау компартияның басшыларын шақырып алып, сен қаржыны қайда жұмсап жатсың деген әңгімелерді айтқан. Сондықтан меніңше халықтық бюджеттің, халық тек қана биліктің құраушысы емес, конституция бойынша, ол бюджетті құраушы. Сондықтан дәл осындай қиын жағдайда Усманов болсын, Өтемұратов болсын, оларға рахмет, қол ұшын беріп жатқан. Бірақ соларға қарамай мемлекет өз үй салу керек. Мемлекет өздеріне инфрақұрылым жасау керек. Екінші мәселе, жаңа партияларға байланысты жақсы айттыңыз, Доске, бірақ бір қосайын дегенім, қазіргі мына партия құрылысы процесі басталып жатыр. Өткен президенттік сайлаудан кейін халықтың саяси белсенділігі артты, сөзсіз балама пікірлер пайда болды. Бұрын оппозиция деп айтуға жұрт қорқатын еді, қазір қорықпай, жоқ, мен нөмірі бірінші оппозиционермін деп шығып жатыр. Ол да дұрыс, ол көп болу керек. Оппозицияның қатары әртүрлі болу керек, әртүрлі ұстаным болу керек, сыншылардың қатары. Бірақ сол партиялардың құрылуына меніңше билік даңғыл жол ашу керек сияқты. Мына біреу бастама көтерсе партия құрам деп, оған қарсыластары өздерін оппозиционер, демократ санайтындар, ой, пәленше биліктің жобасы екен, ол ана жақтан келген екен, ол мына жақтан қаржы алып жатыр екен деп, бір өтірікті соғып, өтірік шыны аралас бір әңгімені айта бастайды. Меніңше осы кезеңнен де біз өтуіміз керек. Яғни партия құрудың бір аса белсенді кезеңмен өтуіміз керек деп ойлаймын. Сосын барып уақыт келіп, халық өзі сол партиялардың белсенділеріне, басшыларына өз бағасын берсін, қай лидер өзінің бағдарламасын дұрыс жасап жатыр, қайсысы сөзінде тұрып жатыр, қайсысы сөзінде тұрмай жатыр. Меніңше бұл процеске бір даңғыл жол ашу керек. Жаңа сіз айтқан партия туралы заңда осының бәрі нақты айтылу керек. Сол кезде біз осы кезеңнен өтпей, әркім болсын, әркімнің қалай, өнерде әркімнің бәрі таласы бар дейді. Меніңше партия құруда да әркімнің өз таласы болу керек, және осы кезде соған бір жақсы жол ашылу керек. Дәл осы кезеңде солай, оның үстіне алда бізде парламенттік сайлау келе жатыр. Енді Досаға Әбеке, өкінішке орай Zoom-ның да өзінің талаптары бар, уақытымыз тақап қалды. Сондықтан ақырындап осымен тәмамдасақ, бүгінгі әңгімемізді жалғыз ғана енді бағдарламаның соңында айтқымыз келетіні, мынау коронавирус ақырындап бәсеңсіп жатыр, карантинге қатысты кейбір шектеулер алынып тасталып жатыр, бірақ меніңше осымен енді бітті екен деп қоя салудың меніңше қажет жоқ. Сақтық шараларын меніңше ұмытпауымыз керек, абайлықты сақтайық, тиісті жаңағыдай маскамен жүру сияқты басқа да әрекеттерді айналып келгенде ең маңызды нәрсе осы денсаулыққа келіп тіреледі. Әзірше сіздермен бірге болған Дос Көшім, Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Сау саламат болыңыздар.